Ассалаумағалейкум достар, баршаңызға жақсы көрілім тілейміз. Біздің бүгінгі шығарылымда сіздермен бөлісетін жаңалықтардың аңдатпасы мынадай достар. Романың шабуылшысы Пауло Дибала клубтан жазда кетуі мүмкін достар. Баварияға қарсы ойынның алдында ПСЖ 4-1 ойыншысынан айырылды. Роналдо тарихта футболда ең көп гол соққан ойыншы болып қалады. Ал достар, жаңалықтарымыздың аңдатпасы осындай. Осы және басқа да ақпараттармен бүгінгі шығарылымда бөлісетін боламыз. Сіздер экранға жақсылап жайғасып болсаңыздар достар, біз бүгінгі шығарылымды бастаймыз. Достар, бүгінгі шығарылымда Дибаланың жаңалықтарымен бастауды жөн көрдік. Достар, Манчестер Юнайтед жазғы трансферлік терезе кезінде Пауло Дибаланы Ромадан 25 миллион еуроға сатып алмақшы деп хабарлайды АС басылымы достар. Естеріңізге сала кетсек, Дибала осы 22-ші жылы жазда Ромамен 25-ші жылға дейін келісім шартқа отырған болатын және осы маусымда өз формасын тіктей алды. 15 ойында 7 голдық пас, 8 гол соғып көзге түсті достар. Манчестер жазда нақты өз қатарларына қосып алғысы келетін жеткізді. Демек, Ромадан жазда Дибала кетіп қалуы мүмкін достар. Сіздер қалай ойлайсыздар? Өз ойларыңызды комментарийге жазып кетіңіздер. Ал біз әрмен қарай жалғастырамыз. Келесі жаңалығымыз ПСЖ жайлы болады достар. Баварияға қарсы бірінші ойынның алдында ПСЖ 4-1 негізгі құрам ойыншысынан айырылып қалған екен. Естеріңізде болса, алдыңғы шығарылымда сіздерге айтып жеткізген болатынбыз. Мбаппе және Рамос бірінші ойында Баварияға қарсы жарақаттарына байланысты ойнамайды деп. Енді міне солардың қатарына Месси мен Хакими де қосылып жатыр. Хакимидің жарақаты енді ауыр деп күтілуде достар. Демек, ПСЖ-ны Неймар сүйреуге тура келіп тұр. Неймарды көреміз. Неймарға сүйеніп ПСЖ Неймардың ойынын көретін боламыз достар. Өз ойларыңды төменге жазып кетіңіздер. Осы ойынның чоты қандай болады? Бұйыртса 18 күні чотты дәл тапқан адамға 5000 теңге салынып жіберетін боламыз достар. Сол үшін комментарийге жазып кет. Достар, FIFA-ның РВС жүлдесін қолға келтіру үшін 2022 жылдың ең үздік 3 ойыншысы үміткер болып жатыр екен достар. Біріншісі Месси, екіншісі Мбаппе, үшіншісі алтын доптың иегері Карим Бензема достар. Сіздер қалай ойлайсыздар? Өз ойларыңды төменге жазып кет. Менің ойымша осы жүлдені әлем чемпионын жеңіп алған Месси лайықты секілді. Мессиға бұйыратын тәрізді достар. Өз ойыңды комментарийге жазып кет. Ал достар, келесі жаңалығымыз ат тұяғын тайбасар дегендейін бразилиялық Рональдиньоның баласы Барселонаның академиясына ауысып жатыр деп хабарлайды Фабрицо Романо көкеміз достар. Достар, біз әрмен қарай шығарылымды жалғастырамыз. Сіздерден өтініп сұрайтынымыз комментарий жазып, бір ғана лайктеріңізді басып кетіңіздер. Телеграм каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Осы шығарылымды достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Біз әрмен қарай кеттік. Достар, келесі жаңалығымыз мынадай. Месси Түркияда болған жаратылыстық апаттарға байланысты зардап шеккен адамдарға 3,5 миллион еуро қайырымдылыққа атаған екен. Естеріңізде болса, мұсылмандарды қатты жақсы көре бермейтін Месси осы жолы бір қайырымдылық жасап қояйын деген тәрізді достар. Достар, келесі жаңалығымыз жалпы бүгін кештің соңғы шығарылымы деуге болатын шығар. Роналдо жайлы шығарылым шығармасақ, қоспасақ, сіздер кәдімгі біздің видеоны көрмей қоятындарыңызды жақсы білеміз достар. Сол себепті Роналдоның жаңалықтарымен аяқтауды жөн көріп тұрмыз. Роналдоның жаңалықтары мынадай, өте керемет екі жаңалық бар. Қазір сіздермен бөлісетін боламыз достар. Ендеше экраннан алыстамаңыздар. Біз әрмен қарай кеттік. Достар, келесі жаңалығымыз мынадай. Месси мен Роналдо футболда емес өмірде де әріптес секілді. Мессиді көрдім білмеймін. Түркиядағы болған жағдайларға байланысты Роналдо 8,5 миллион еуро қайырымдылыққа босатты достар. Мессидікінен әлде қайда 3 есе үлкен сома болып есептелінеді. Не болса да қайырымдылық достар. Роналдо Мессиден көп берді, Месси аз берді деп Мессиді төмендетуге болмайды достар. Бұл әлемдегі ең мықты екі футболшы, ең мықты екі жұлдызға тек қана жақсылық тілеп қаламыз. Жақсылық жасап жарысайық. Жақсылық төбе жақсылық достар. Ал достар, бүгінгі шығарылымның ең басты және ең соңғы жаңалықтарына да келіп жеттік. Ғалымдардың зерттеу нәтижесі бойынша достар, Роналдоның соққан 826 голын ешбір ойыншы болашақта қайталай алмайды екен. Тіпті мынадай математикалық жолдары да бар. Роналдоны қуып жету үшін сізге 20 жыл футбол ойнау керек болады және әр маусым сайын 40-тан гол соғып отыруыңыз керек. Сонда 20 жылда сіз 800 гол соғады екенсіз. Ал Роналдоның қоржынында қазірге 826 гол бар. Демек, бұл көрсеткіш әлі де өседі, карьерасын аяқтаған жоқ. Бұл футбол тарихындағы ең голды көп соққан ойыншы болып Роналдо қалатынын білдіреді және бұл тарих, бұл ешқашан бұл рекорд бұзылмайды деп жатыр екен әлемнің барлық ғалымдары достар. Достар, сіздер қалай ойлайсыздар? Осы рекордты басқа бір ойыншы қайталай ала ма? Жоқ әлде шынымен де футболда тарих болып қалады ма? Өз ойыңды нақты комментарийге жазып кет. Ал мен өз ойымды айтып өтейін.
Менің ойымша достар, осы рекорд шынымен де сақталып қалады, себебі Роналдо карьерасын әлі аяқтаған жоқ. Қазіргі таңда 826 гол болса, карьерасын аяқтағанға дейін 900 тіпті 1000 голдан асырып тастауы мүмкін. Иә, мен ойлаймын, енді Роналдо ұқсап болашақта маусымына 50-60 гол соғатын ойыншы енді болашақта болмайды достар. Сол үшін қазіргі таңда сіздер футболда көріп жүрген Месси мен Роналдо секілді аңызды көргеніміз үшін біздер өте бақытты жандармыз достар. Ал ендеше біз қоштаспаймыз, бүгінгі шығарылымды аяқтаймыз. Баршаңызға тек сау.